Петропавлға велосипед жолдары қажет. Бұл мәселені Лорд мамандандырылған мектеп лицейінің 4-ші сынып оқушысы Роман Барадай көтерді. Балдырған осы тақырыпта зерттеу жүргізіп, жұмысын облыстық жобалар байқауында қорғады. Оқушының еңбегі елеусіз қалмай 2-ші орынға ие болды. Романның пікірінше, велосипед жолдары қаладағы көптеген мәселені шешеді. Бұл алдымен экологияны жақсартпақ, өйткені арнайы жолдар болса, тұрғындардың көпшілігі велосипедке отырар еді. Сондай-ақ коронавирус өршігенде қоғамдық көліктердің жүруіне тыйым салынды. Жұмысқа бару үшін көпшілік велосипедке отыруға мәжбүр болды. Алайда арнайы жолдардың жоқтығы оларға үлкен қиындық туғызды. Осы мәселе бойынша 4-ші сынып оқушысы 19 ықшам ауданда өзінің өлшеулерін жасап, веложол салу үшін ең қолайлы бағытты анықтады. Мне стало интересно, возможно ли оборудовать. Менің шағын ауданымда веложолдармен жабдықтау мүмкін бе, жоқ па деген сұрақ туындады. Ғылыми жетекшілерімнің көмегімен экологиялық көліктің осы ыңғайлы түрі туралы мүмкіндігінше көбірек білу және тасымалдаудың ең ыңғайлы бағыттарын зерттеу сияқты мақсаттар қойдым. Жоба аясында 200-ден астам респондент қатысқан онлайн сауалнама жүргізілді. Жүргізілген сауалнама нәтижесінде тұрғындардың 88%-ға жуығы қалаға веложолдар қажет екендігімен келіскен. Мы вообще, конечно, заострили свое внимание на мессенджерах. Жалпы біз WhatsApp, Instagram және iGoMix сияқты мессенджерлерге назар аудардық. Негізінен Петропавл тұрғындары арасында сауалнама жүргізгіміз келді. Бірақ шектеу шараларына байланысты қиындықтар туындады. Google арқылы сауалнама құрып, барлығына мессенджерлер арқылы жібердік. Роман сондай-ақ қалалық әкімдікке осы мәселені шешу туралы өтініш білдірді. Өкінішке орай, биыл веложол құрылысына бюджеттен қаражат бөлінбеген. Мамандардың айтуынша, бұл мәселе жолдарды қайта құруды жоспарлаған жағдайда ғана шешілмек. Айгерім Сұлтанова, Райымбек Бегужаев, жаңалықтар қызметі.